Сәлеметсізбе мұғалім. Біз 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай сізбен сұхбаттасуға келдік. Ең алдымен өзін-өзі дамыту жайлы сұрақтар қойсам, балалар қалай уақытты тиімді пайдалануға болады? Бірінші саламатқа оқушылар. Мына өзіміздің бүгінгі алдымызда келе жатқан үлкен мереке, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл тәуелсіздік мемлекеті оңайшылықпен келген жоқ. Ата-бабамыздың армандап кеткен арманы бұл тәуелсіздік. Қаншама қиындықтармен келді, оны өздеріңіз көріп те, естіп те, оқып та жатсыздар. Сондықтан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын дейміз барлықтарыңызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Жаңа бірінші сұрағым. Уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Уақытты қалай тиімді пайдалануға болады деген сұраққа болған енді бірінші енді өз басымнан айтып кетейін. Мысалға уақытты таңертең түнде кешкісін жатқан уақытта таңертең бір күндік уақытымды қалай немен өткіземін деген жоспарлаймын. Мысалы үшін таңертең уақытта, әбеті уақытында немесе түскі уақытта қандай жұмыстармен айналысатынымды алдыма жоспарлаймын. Сол жоспарымның ішіндегі қолымнан келгенше сол жоспарымның орындалуына септік тигізіп жатамын. Мектептің тәртібі бойынша сұрақтар қойсам, егер де мектептің ішінде жаңа тәртіп ережелер енгізілетін болса, қандай ереже тәртіптер енгізіледі? Негізі мектепте өзі ішкі тәртіп деген болады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Мысалға оқушылар, мұғалімдер, ұстаздар арасында мысалы үшін енді тәртіпті болғанда бірінші балалардың тәртібі болу керек міндетті түрде. Ол бірінші біздің немізден басталады. Мысалға жүріс-тұрысымыздан басталады. Бірінші мектепке келгенде мектеп формасы міндетті түрде. Қазір таңда өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл туралы заң да бар, бұл туралы ереже де бар. Бірінші өзіміздің жүріс-тұрысымыздан міндетті түрде содан кейін оқуымыз жақсы болу керек. Тәртіпті болу үшін айтады ғой, мысалы үшін сабақ жақсы оқу үшін міндетті түрде тәртіп болу керек. Енді сіздің ойыңыз бойынша сенімді болу үшін не істеу қажет деп ойлайсыз? Сенімді болу үшін. Өз-өзіңе сенімді болу үшін міндетті түрде көп оқу керек, білімді болу керек. Яғни көп оқыған сайын сенің сенімің артады. Мысалы үшін қандай сұрақтар болмасын, сол сұрақтың жауабын білу үшін оған білім керек. Менің ойымша білімді оқу керек міндетті түрде. Болашақта адамға өмір сүруге тигізетін үш дағды қандай? Үш дағды бірінші өзіңізде сенім болу керек. Адам баласы оған бірінші мысалы үшін мақсат болу керек. Сол мақсатты орындау керек, одан кейін арман болу керек. Одан кейін міндетті түрде білім болу керек. Мен осы көп оқу керек. Осы үш дағды бойынша. Достарды қалай таңдайсыз? Дұрыс орта, яғни орта дегеніміз, мысалы үшін ортаға отырған сыныбымыз. Одан кейін достар дейді. Мысалы үшін дос деген өте көп болады. Ол шынайы дос болу керек. Бұл шынайы дос дегеніміз кім? Яғни сенің қиналған кезде көмек беретін, қуанған кезде қуанышыңды бөлісетін дос болу керек. Орта дегеніміз, мысалы үшін қазір мектепте оқып жүрік, мысалы үшін бұл бір орта болып есептеледі. Ертең Алла қаласа мектепті бітіргеннен студент боласыңдар, ол да орта болып есептеледі. Одан кейін студент болғаннан кейін жұмысқа тұрасыңдар, ол да орта болып есептеледі. Яғни осы ортаны таңдау үшін міндетті түрде сенің алдыңа қойған мақсатың болу керек. Яғни мен мақсат деп отырғаным не нәрсе? Мысалы үшін сенің алдыңда мамандықты сен қалай таңдайсың? Яғни сол ортаны таңдау үшін бірінші сенің өзіңнің арманың, ойың болу керек. Сондықтан сол ортаға түсетіндей, сол ортамен жұмыс істейтіндей өзіңде қабілет болу керек. Қабілет болу үшін бірінші білім болу керек. Қазіргі өзіңіз көріп жүргендей оқушылардың жиі жіберетін қателіктері? Қазіргі таңда оқушылардың жиі жіберетін қателіктері бұл
кейде қараймыз да сенімсіздік болады оқушылар. Мысалға, мына жоғарғы сынып бітірер кезде мамандық таңдау кезінде қиналады. Осы кезде өздерінің ойындағы талап пен талант, содан кейін қай мамандыққа бейім екені өздеріне сенімсіздік болады. Мен қарап отырамын да кейде өз мамандықтарын таңдай алмай, басқа бір ықпал, немесе ата-ананың ықпалы бола ма, жоғалды үй туысқанның несі бола ма, солардың ықпалымен кейде басқа өзінің таңдап тұрған, немесе өзінің қабілеті жетіп тұрған оқуға түспей, басқа оқуға түсіп, кейіннен 1 жыл, 2 жылдан кейін сол балалардың сол оқуды оқымай тастап кететін кездер болады. Немесе соған әрі қарай сенімсіздікпен қарап, әке-шешесінің айтқанын, немесе жаңа туған туысқандардан осы мен түстім ғой деп, кейін сол мамандықты бітіргеннің өзінде де сол жұмысты әрі қарай алып кете алмайтын болады. Сондықтан оқушыларды бірінші мамандық таңдау керек. Мамандықты таңдай білу үшін бірінші оған білім болу керек. Сол білімге байланысты болу керек. Әрі қарай өзінің болашағын қалыптастыратындай бір мамандық таңдау керек. Мысалға, Алла қаласа 1-2 жылдан кейін сендерде маман иесі боласыңдар. Сондағы сендердің ең қателік жібермейтіндері осы мамандық таңдау болу керек. Мамандық таңдай білетін болсаң, ол мамандықты жақсы көретін болсаң, ол мамандықты сен сүйсініп таңдайтын болсаң, әрі қарай сенің жұмысыңда, әрі қарай сол жұмысыңның жақсы көргеннің арқасында әрі қарай өсесің, өнесің. Сол жұмысыңды жақсы көрсең, соның нәтижесін көресің. Ал егер мәжбүрлі түрде сен оған қызықпасаң, сен оған жаңағындай қызығушылық танытпасаң, ол уже керексіз болып қалады. Мысалға, көп нәрселерден біз осындай қателік жіберіп жатады. Бұндай оқушыларымыз бар. Осыны кейде түсінбей жатамыз. Сондықтан сенің бойындағы талап бар ма? Қай мамандыққа келіп тұрсың? Мысалы үшін механизатор ма? Міне түрде механизатор бол. Сенің қолынан мына істейтін шаруаларыңды механизатор болып, мысалы үшін ұл балаларға техника жағынан мықты болып тұрып, оны сен юрист қыла алмайсың. Сен оны әнші қыла алмайсың. Кейбіреулер болады, мысалы үшін музыкаға, әнге жақын болады да, оларды басқа бір мамандыққа таңдатады, оны апарып юрист қылып жатады. Көрдіңіздер ме? Міне оқушылардың көбінесе мамандық таңдау кезде шатысатын кезі осы жерде болады. Сондықтан алдағы қойған мақсат, армандарын осы мамандық таңдаудан басталу керек. Оған жету үшін бірінші білім керек. Соның қаза беру керек қой. Айтады ғой, білім инемен құдық қазғандай дейді. Соның төңіне жетуіміз керек. Мысалы үшін қазіргі таңда, мысалы биыл 10-шы сынып оқысыздар ғой, 10-шы, 11-шы сыныптарда таңдау пәндері деген болады. Сол таңдау пәндерді таңдаған уақытта керекті мамандығына қарай таңдалу керек. Міне, біздің оқушыларымыз осы жерде жатыр.